Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Назарыңызда Жайық пресс ақпарат агенттігінің жаңалықтар қызметі. Сөз тізгіні бүгін менде. Сіздермен бірге Дастан Беркінұлы. Әні міне дегенше жазғы демалыс басталып, балалар мәз-майрам болып жатыр. Ал Орал қаласында балалар ойнайтын алаңдар дайын ба? Біз осы сұрақтар сала маманына қойып көрдік. Жауабын бірге тыңдайық. Жандос Асқатұлы, балалар ойнайтын алаңдар дайын ба біздің Орал қаласы бойынша? 600-ға жуық аула бар екен бізде қалада. Оның 350-і абаттандырылған, яғни ойыншықтар бар, жаңа спорт алаңдары бар, дұрыс па? Жарықтандырылған, асфальты жақсы 350-ге жуығы. Ал қалған 250-ге жуығы әлі де жөндеуді қажет етеді. Яғни сіздер сияқты балаларды сондай жақсы, жаңа, күшті, сапалы ойын алаңдарында ойнау үшін, спортпен шұғылдану үшін, жарық аулада жүру үшін, сонымен қатар сіздердің ата-аналарыңыз аулаға көліктермен кіргенде жақсы жолмен жүру үшін біз осындай жаңағы аулаларды абаттандырамыз жыл сайын. Соңғы 5 жылда қаламыз бойынша 70-ге жуық ауланы абаттандырдық. Енді бізде жоспар Алла болса келесі жылы тағы да 30 ауланы абаттандыруымыз керек. Бірақ үлкен мәселе Дастан, Баязит, сіздер сияқты балалар ойын алаңы ойнайтын жерде бір жаманы үлкен балалар, үлкен аға, апалар сол ойыншықтарды бүлдіреді. Вот сол бізде проблема. Сіздер сияқты балалар ойнауының орнына олар үлкен кісілер барып, жаңағы сіздердің качелиларыңызға, жаңағы ойнайтын жаңағы ойыншықтарға мініп сындырып тастап жатады. Ол сындырса, баяғы кім кінәлі? Әкімшілік, яғни біздер кінәлі деп айтады халық. Сондай жағдай болмас үшін сіздер ойын алаңының барысында үлкен кісілер бүлдіріп жатса, сіздер де балалар ретінде айтуларыңыз қажет. Біздің ойыншықтарымызға тимеңдер, бізге мешет етпеңдер, міне жақындамаңдар деген сияқты. Ал және де мына жерде аулалардағы ойын алаңдарының жауапкершілігі сол тұрғындардың өздеріне, яғни сендердің өздеріңе бірінші кезекте ата-аналарыңа сол аулада тұрып жатқан үлкен кісілердің жауапкершілігі. Егер сынып жатса, бүлдіріп жатса, өздері қалпына келтіру қажет. Әрдайым тек әкімшілік қайда қарап отыр, әкімшілік неге жасап бермейді, біздің аулаға деп айтуға болмайды. Түсінесіздер ме? Сол себепті дұрыс түсініңіздер. Ең басты ұғым, әрқайсы қала тұрғыны өзі қала үшін жаны ашу керек. Тек қана жаңағы әкімшілікке сенбей, өздерде жаңағы тазалыққа, мұқияттылыққа, жаңағы ауласында тұрған ойыншықтарға жауапкершілікпен қарау керек. Ең басты осы. Бұл балалар алаңын осы біздер ойнауымыз үшін жасаған. Яғни балалар ойнасын деп осы әкімшіліктің жарлығымен көптеген құрылысшы ағалар мен апаларымыз салып берген. Ал енді ағалар мен апалар, Орал қаласын және де Батыс Қазақстан облысының тұрғындары, сіздерге бір өтінішім. Осы алаңдарды сындырмаңыздар, өтініш. Міне осыған дәлел, міне мына сынық.